Ұлы жеңістің 74 жылдығына орай Мәншүк Мәметов атындағы мемориалдық музей үйінде «Страницы бывалой войны» атты кеш өтті. Онда келушілер назарына отты жылдардан қым-қиғаш сәттері баяндалатын «Переправа» деректі фильмі ұсынылды. Сондай-ақ соғыс ардагері Виктор Зеленцовтың қаруластары туралы жазған кітабының таныстырылымы болды. Жеңіс мейрамы жақындаған сайын музей ұжымы патриоттық бағыттағы шараларды көптеп өткізеді. Биыл да сол дәстүрден жаңылмады. Келушілер алдымен көрмеден жергілікті жазушылардың соғыс тақырыбына жазған еңбектермен танысты. Әрине кештің басты қонағы соғыс және тыл ардагерлері. Жиналған қауым бұдан соң ресейлік режиссерлер түсірген «Переправа» деректі фильмі тамашалады. Онда Ленинградты жау қолынан азат етуге атсалысқан қазақстандық 314-ші атқыштар дивизиясының ерлігі баяндалады. Кинотуындының жарыққа шығуына іздеу қозғалысы жобасы кезінде табылған деректер түрткі болған. Айта кетейік, былтыр бұл қозғалысқа 30 жыл толды. Что касается нашего города Уральска, іздеу қозғалысының Қазақстанда 5 қалада бөлімшесі бар. Соның бірі Оралда. Біздің музей жыл сайын естелік фактісін ұйымдастырады. Оның аясында батыр қыздарымыз Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова және де өзге де жауынгерлеріміз жүріп өткен жерлерде болып Псков, Ржев түбінде қаза тапқан боздақтардың рухына тәу етеміз. Дерек бойынша қан майданға біздің өңірден 76 мың сарбаз аттанған. Оның 38 мыңы кебене киіп елге оралды. 50-ден астам кеңес одағының батыры шықты. Кеуделеріндегі жалт-жұлт еткен мына төсбелгілер көзсіз ерліктің естелігіндей. Кеш барысында майдангерлер қаруластарын еске алып, кейінгі ұрпаққа соғыстың қияметін кеше болғанда әңгімелеп берді. Ұлы жеңістің жемісі қазіргі біздің осындай тұрмысымыз, біздің азатты, біздің тәуелсіздік Қазақстанымыз бүкіл дүние жүзіне белгілі. Қазіргі біздің халқымыздың Құдайға шүкір тұрмыс жағдайы, қазіргі біздің жас ұрпақтарымыз осылай, сол бәрі ұлы жеңістің жемісі. Олардың ерлікке толы өмірін жастар үлгі тұтады. Бүгінгі ашық аспан бейбіт өміріміз аға буынның арқасы дейді ұйымдастырушылар. Соғыс ардагері Виктор Зеленцов от пен оқтың ортасына өзімен бірге аттанған батыс қазақстандық сарбаздардың есімін арнайы жинаққа енгізген. Шара соңында сол еңбектің таныстырылымы өтті. Назерке Тоғжан, Рүстем Исчанов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.